Сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз тақырыбы бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу. Сабағымыздың оқу мақсаты бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. Бағалау критерийіміз бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктің анықтамасын білу, бір айнымалысы бар теңсіздікті шешудің алгоритмін біледі. Жүйедегі теңсіздіктердің әрқайсысының шешімдерін таба аласыздар. Табылған шешімдерді бір координаталық түзуде кескіндей білесіздер. Координаталық түзуде жүйедегі теңсіздіктердің ортақ шешімдерін таба аласыздар. Олай болатын болса, кішкене кім жылдам, кім көп біледі деген ойын ойнап кетейік. Бұл жерде сұрақтарды қоямын, сіздер жауап бересіздер. Сондықтан микрофондарыңызды қосып қойыңыздар. Қандай сан аралығын білесіздер? Қандай сан аралығын білесіздер? Сан аралығын интервал деп нені атайды? Мысалға, 2-ден 5-ке дейін аралықта, иә? Интервал деп нені атаймыз? Қандай сан аралығын А және Б аралықтарының қиылысуы деп атайды? Қиылысуы дегеніміз не сан аралықтарының? Оқушылар, Сымбат. Өте төмен дәрежеде. Дайындықтарың мүлдем жоқ. Апай, бірігуі ма? Қиылысуын сұрадым. Қиылысуы. А сан аралығында, В сан аралығында тиісті сандардан ғана тұратын А және В аралығын А және В сандарының қиылысу деп атайды. Ал бірігуі деп нені айтамыз? А және В сан аралықтарының кем дегенде біреуіне тиісті сандар жиыны А және В сандарының бірігуі деп аталады. Жақсы. Қалған оқушыларды кішкене сабаққа қатысып отырыңдар. Бос жиын деп нені айтамыз? Қай кезде бос жиын болады? Егер қиылыспайтын болса, егер теңсіздіктің мәні жоқ болып қалатын болса, ондай жағдайда бос жиын пайда болады. Ал қазір мен сендерге жұптық есеп берейін десем, өздерің 3 адам отырсыңдар. Сондықтан мына есепті мен кеше бір көрсетіп бергенмін. Қайттан көрсетейін ба? Так. Апай, мен де кешеше қатып қалып, түсінбей қалдым. Түсінбей қалған болсаң, мен қазір көрсетейін деп жатырмын. Дәл соны емес, басқа есепті алайын, е? Басқа теңдеулер жүйесін алайын. Кеше маған кәмшат жіберген болатын, кітаптағы тапсырмалардан. Мысалға болсын бізде 3х қосу 4 болсын. Жазуым түсінікті болып тұр ма? Кіші 13-тен. Оппана. Ал екінші теңсіздігіміз х минус 1
-1 үлкен -5-тен. Сосын оқушылар теңсіздікті дұрыс сызыңдар мақма? Ал енді бұны қалай шешеміз? Бұны біз стрелка қоямыздағы екінші жүйені ашамыз. Бір кішірек қылып жазылсын. Жазылмайды. Дұрыс емей қойын деп тұр. Мұнда тұрған не басып кетті? Так, мұнда тұрған 3х-ті орнында қалдырамыз. Мына жерге қайттан жазамыз. 3х-ті дәптерге жазып отырыңдаршы менімен бірге мақма. Теңсіздіктің орнын ауыстырмаймыз. Дәл осы күйінде жазамыз. Кіші 13-ті де өзгертпейміз. Тура теңдеу шешкендей, +4-ті теңсіздіктің арғы бетіне ауыстырамыз. Не болып өтеді? -4 болып ауысады, е? Мына жерде де дәл сондай x-іміз орнында тұра береді. Теңсіздігіміз өзгертпейміз. Үлкен -5-іміз мына бетте тұра береді. -5. Ал мұндағы -1-іміз теңдіктің арғы бетіне +1 болып өтеді. Енді біз ары қарай не істейміз? Мына жерде 3х-іміз тең болады. 13-тен 4-ті азайтсақ 9-ға тең болады. 3х-іміз тең болады. Тең емес, кіші болады. Теңсіздік қой бізде. Кіші болады 9-дан. Ал x-іміз үлкен болады. -1 +1 нені береді? Біреу минус, біреу плюс болған жағдайда модулі үлкеннен кішісі азайтылып, үлкеннің таңбасы қойылады. Яғни 5-тен 1-ді азайтамыз да, 5-тің алдағы таңбасын қоямыз. Яғни -4 шығады, е? Кішкене. Так, енді ары қарай мына жерден x-іміз кіші болады 3-тен, е? Бұны да жазып қоя салайын. Сендер де жазып отырыңдар мақма. Микрофондан қосып қойыңдаршы. Видеоларыңды ең құрмағанда жазып отырсыңдар ма, жоқ па, мен соны біліп отырайын, е? Мына жерден x-іміз кіші болады 3-тен. Микрофонды қосамыз. Мынаны өзгертпейміз, тағы да сол қалпында жазып қоямыз. Үлкен болады -4-тен. Видеоларыңды қосып қойыңдар. Ал енді бізде тек қана x-тер қалды. Енді осыны координаталық сәулеге саламыз. Координаталық сәуле деп отырғанымыз мынандай. Менікі қисық кетіп қалды, оқушылар, сендер не қылыңдар мақма? Дұрыс сызыңдар. Так. Екеуі де тең деген белгісі болмағандықтан жай ғана ашық нүктемен белгілейміз. Минус. Мен ноутбукпен сызып жатырмын, сондықтан менікі кішкене қисық кетіп жатыр, оқушылар мақма. Сендер дәптерге түзу сызыңдар. Мына 3-ті де ашық нүктемен белгілеймін. 3. Мына жерде -4-тен x-іміз үлкен. Мақұл, біріншісін сызайық. 3-тен кіші болып тұр x-іміз. 3-тен кіші сандар қандай сандар? 2, 1, 0. Теріс сандар. Теріс сандар барлығы жатады. Демек, минус шексіздіктен 3-ке деген болады. Былай штрихтап сызып шығамыз.
Так, ары қарай кете береді, иә? Ал енді екінші теңсіздік бойынша x-іміз -4-тен үлкен болып тұр. -4-тен үлкен сандар қандай сандар? Оң жағы ма, сол жағы? -6. Оң сан. Оң жағы, яғни -3, бұл жақта шатаспасын ба? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 деген сандардың барлығы плюс шексіздікке дейін оң сандардың барлығы қандай болады? Үлкен болады. Плюс шексіздікке дейін сызып шығамыз, е? Былай штрихтап. Түсініп отырсыңдар ма? Жаңа өзің айтып кеткендей, бұл жерде қиылысу аралығын аламыз. Яғни астыда үстіде стілет болып тұрған жер -4-тен 3-ке дейінгі аймақ болады екен. Бұл жерде сонда шешімі -4-тен 3-ке дейін болады екен. Шешімі дәл осылай шығады екен. Теңсіздіктер жүйесін шығараламыз ба енді? Нұрзат кіріпті. Сабақ түсінікті болды ма? Микрофондарыңды қосып, маған сабақ туралы кішкене кері байланыс айтыңдаршы. Микрофондарын қосыңдар барлығы. Сабаққа қатысып отырыңдар. Так, қай жер түсініксіз болды? Әлде барлық жері түсінікті ма? Барлығы түсінікті болды ма? Барлығы түсінікті болған болса, так, мен қазір есеп беремін кітаптан. Қайттан соны шығаратын болыңдар. Так, 967-ші, 69-ші, 70-ші есептерді шығарып көрсетесіңдер. Түсінікті ма?